Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталында открытый конкурсты ойнату тәсілін көрсететін боламын. Ең алдымен бірінші рабочий кабинет. Заявка на покупкаға кіресіздер. Осы жерде бұрын соңды ойнатқан сіздердің открытый конкурстардың тізімі болады. Менде міне екінші тұрған подтвержден болып тұр, соған басамыз. Егер сіздер осы жерден повторно ойнатуға болады, менде создать повторный закупку деп. Себебі бұл бір рет ойнатылып, закупка не состоялась болды. Повторно ойнатқан кезде бұның күні аз болады, яғни итог тез шығады. Міне ашып көрсетейін сіздерге. Статус закупка не состоялась болды. Бұның закупка не состоялась болу себебі біздер сумманы аз қойдық. Сол себептен біздер планды ашып сумманы көбейтетін боламыз. Міне рабочий кабинет. Годовой планға кіріп, годовой планды ашатын боламыз. Себебі біз бүгін конкурсты дәл бүгін ойнату керек. Уақыт тығыз. Міне біздер годовой планды аштық. Приказ салу жолдан көрсетпей қойын. Годовой план видеосында мен мұқият көрсеттім. Және де пункт планы салу жолдарында көрсетпей қойын. Мен услуга аренда автобусы екеуін ғана салып қойдым. Себебі біреуі жаңа ойнатқан не состоялся болған. Міне соны өзгерттім суммасын. Закупка не состоялся болып тұр. Міне изменен. Сол черновик болып түсті. Бұрын суммасы 4 миллион еді. Қазір 5 миллион 400-ге ауыстырдым. Енді бұл открытый конкурс единый организатор арқылы 2023 жылы жаңадан пайда болғасын. Мен бұны запас ретінде екіншісінде салып қойдым. Скопировать пункт план деп. Себебі біз біріншісін ойнатқаннан кейін ол жарамай қалса екіншісі запаста болсын деген мақсатта салып қойдым. Бірақ сіздерге бұл керек емес, екіншісін салу. Себебі сол өзгерткен пункт планы жарай береді. Бұл енді 2023-ның басты өзгерісі бірінші рет болғасын мен солай запаспен салдым. Осы планды бекітетін кезде басқа да ценовкадан шыққан итогтар мүмкін ешкім ұтпаған шығар. Солардың суммасы аз шығар, суммасын көбейтесіздер. Және басқа да договорларда қате жүрген шығар, спецификамен қате кетті ма. Из одного источникалардың основаниясы қате болды ма, барлығын бір қарап бекітіңіздер планды. Сол моментті пайдаланып. Міне бізде қарастаңыздар жаңағы запаста біреу бірінші тұр. Ол керек емес. Жаңа закупка не состоялся біздер өзгерттік. Ол да міне утвержден болды. 5 миллион 400-ге соған галочка батырмасын басып, создать заявку на покупку батырмасын басамыз. Осы жерде егер сіздер единый организатор арқылы ойнататын болсаңыздар, единый организатор таңдайсыздар. Бізде единый организатор ойнатады. Сол себепті соны таңдадық. Міне выбрать бастық. Осындай ақ бет шығып кеткен кезде сіздер қорықпаңыздар. Бұл өзі сайттың солай жұмыс жасауы, яғни 502 шығады. Жоғарыда назад деген кнопка бар, соны басасыздар. Міне қарасаңыздар 5 миллион суммасы заявка болды. Енді сіздер рабочий кабинет, заявка на покупкаға қайттан барасыздар. Міне осы жерде бұрын соңында ойнатылған открытый конкурстардың тізімі тұрады. Атозым болғандар, және итог шықпай қалған, закупка не состоялся болған, және де ойнатылып тұрған барлығы шығады. Осы жерден создать заявку басасыздар. Наименование қазақша және орысша атауларын жазасыз. Способқа открытый конкурс болады. Вид предмет закупок бізде услуга болғандықтан услуганы таңдаймыз. Мына жерде біздер единый организатор таңдаймыз. Барлығын мұқият қарап алыңыздар. Болғаннан кейін далее батырмасын басамыз.
Келесі этапқа өттік. Осы жерде міне лот түсіп тұр, пункт планы. Соны таңдап, добавить выбранный батырмасын басамыз. Келесі этапқа өттік. Проверка выбранных дейді. Яғни сіз сенімдісіз бе деген сияқты осы вкладкеге галочка батырмасын басып, далее деп өтеміз. Осындай вкладка ашылды, посмотреть деп жасылмен тұр, соны басамыз. Бұл конкурстың ең маңызды жері, міне осы. Біздер ең бірінші материальный ресурсты толтырып кетейік. Материальный ресурсқа біздер міне қазақша және орысша жазатын боламыз. Количествосын біздер бірінші ойнатқан кезде сол текст спецификацияны сұрадық, солны көшіріп қайтадан қоямыз. Сол требование бізде өзгермейді. Мұқият қарап алыңыздар. Болғаннан кейін сохранить батырмасын басасыз. Келесі трудовой ресурс, яғни еңбек ресурсын толтыратын боламыз. Оң жаққа плюс зеленыйға барып добавить етеміз. Бізде бірінші закупка не состоялся болған лоттың сол требование көшіріп алып жатырмыз. Қарасаңыздар, Google-дың астында сол көшіріп алған техникалық спецификация тұр. Содан дәл солай көшіріп, копировать и вставить батырмасын басасыздар. Өте оңай, өте тиімді, уақытшаны ұтасыздар. Количествосын және стажы жазасыздар. Барлығын мұқият асықпай қарап алыңыздар. Толтырып болғаннан дәл осылай түседі. Наличие опыта работы біздер опыта работы керек емес. Егер сіздер басқа услугтар ойнатып жатсаңыздар, опыт керек болса, опыттың стажын жазасыздар. Неше жыл стаж керек болса, 10 жыл болса, 10 жыл, 5 жыл болса, 5 жыл барлығын жазасыздар. Бірінші вкладкеде наличие разрешения дегенге, яғни бұл жерде первый және второй категория. Егер сізде басқа услуг болса, бірінші категорияда категорияның тізімін таңдап, өзіңізге керекті категорияны таңдайсыздар. Егер вторая категория керек болса, вторая категорияның ішінде тізімдерден қарап, өзіңізге керегін таңдайсыз. Бізге категория керек емес. Сол себептен барлығын мұқият қарап шығып, сформировать бастық, подписать бастық, директормен қол қойдық. Келесі этапқа өту үшін вернуться назад батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздерден полный экран шығады. Мен организацияның атауын көрсетпеу үшін кішкене ғана скрывать етіп қойдым. Бұл жерде далее батырмасын басамыз. Техническая спецификацияға біздер міне заполнить батырмасын басамыз. Осы ең маңызды. Екінші, гарантийный срокқа өздеріңіз қалаған срокты қоясыздар. Біздер марттан бастап декабрьге дейін, наурыз бен желтоқсан айында 10 ай бар. Сол 10 ай деп қойдық. Міне осы жерге техникалық сипаттаманы қазақша және орысша жазып шығасыздар. Бұны біздер бірінші закупкада ойнаттық. Сол жерден көшіріп, копировать және вставить батырмасын қойып жатырмыз. Қарасаңыздар, барлығын белгілеп, копировать және вставить деп қоямыз. Мышканың оң жағымен копировать және вставить деп қоямыз. Орысшаға орысша, қазақшаға қазақшасын қоямыз міндетті түрде. Техникалық сипаттама орысша және қазақша болу керек міндетті түрде. Болғаннан кейін міне сохранить батырмасын басамыз. Басқаннан кейін міне осындай шығады. Сформировать файл батырмасын басамыз. Барлығын мұқият қарап шығамыз. Қателесіп кеткен болуыңыз мүмкін.
Сформировать файл басқаннан кейін міне подписать деп шығады. Зеленый батырмасын, подписать батырмасын басып, кілтті таңдап, Java мен парольді тересіздер. Окей батырмасын басасыздар. Сол кезде текст спецификация қол қойылады. Содан кейін қайтадан назад вернуться заявку батасыздар. Дополнительный файлға посмотреть басып, қосымша файлдар тіркейсіздер. Міне біздер қосымша файлды тіркеп жатырмыз, яғни автобустың бағыты, автобусқа требование және оның кестесі, орысша және қазақша техникалық сипаттаманы барлығын күтпей-ақ екіншісі міне таңдай бересіздер. Біздерге мұқият қарасаңыздар, загрузка жүріп жатыр, бірақ біз добавить файл басып жатырмыз. Себебі біз файлды таңдағанша ол загрузка жасап болады. Себебі оны күтіп отыру, ол да уақыт кетеді. Бізде басқа услуг болса, например, сметасын тіркейсіздер. Бізде схема тіркеп жатырмыз, қазақша және орысша, себебі адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Орысша берсек, қазақша түсінбей қалуы мүмкін. Қазақша берсек, орысшасын түсінбей қалуы мүмкін дегендей екі тілде тіркеп жатырмыз. Техникалық сипаттаманы бекіткен түрде PDF форматта оны да тіркеп жатырмыз, себебі ана жақтан көрмей қалдым деуі мүмкін. Барлығы басқаннан кейін сохранить батырмасын басып, келесі турға өтеміз. Келесі этапта сформировать батырмасын басамыз. Осы жерде, как обычно, договор толтырамыз, яғни 5 күн 5 дней деп қоямыз. Астыға түсіп, договорды толтырамыз. Утвердить проект договоры басамыз. Договорға қол қоямыз. Бұл жерде ештеңе өзгерте алмайсыздар. Договорға қол қойып жатырмыз. Вернуться к документации батырмасын басамыз. Мен бастырмай қалды, қайтадан басайын. Осылай шықты бізде. Бұл договор түсті. Енді келесі этап далее батырмасын басып, келесі этапқа өтеміз. Мына жерде требуется ли эксперт дегенге біздерге не требуется батырмасын басамыз. Бізге ешқандай эксперт керек емес. Мүмкін сіздерде эксперт қажет болса, эксперт таңдайсыздар. Эксперт қажет емес. Член комиссияға біздер өзіміздің директорды таңдаймыз. Яғни бұл открытый конкурсқа тағы да ескерте кетейін. Тек қана директормен кіріп, директормен береміз біздер. Бұрын басқа конкурстарда секретармен кіруші едік, ал бұл жерде біздер директормен кіреміз. Осыны есте сақтаңыздар. Осы жерде дата приказа, яғни бұйрықтың нөмірі, күні барлығын жазамыз. Бұл жерде не приказ дегенде, осы открытый конкурс ойнату жөнінде комиссия мүшелері құрылсын, ойнатылсын деген приказды тіркейміз. Және сол приказды бекітетін адам утверждающий деп тұр, соны таңдаймыз. Яғни бізде барлығы директор, директордың фамилиясын жаздық, мен оны көрсетпей қояйын. Түскеннен кейін контактный телефон толтырасыз.
яғни бұл жерде телефон нөмірі действующий болу керек, себебі сіздерге конкурс жөнінде хабарласу мүмкін. Келесі турға өткен кезде заявка нөмірі барлығы шығады. Утверждающий дегенге назначить утверждающий басасыздар, яғни өздеріңіздің директорыңызды таңдайсыздар. Яғни сол кілтпен кіріп отырсыздар. Біз соны таңдадық. Таңдағаннан кейін утвердить батырмасын басамыз. Егер басқа адам таңдалып қойған болса, отклонить басып, қайтадан таңдаймыз. Таңдағаннан кейін отправить на согласование деп шығып тұр. Бұл төменде болады, астыңғы жақта, сол жағыңызда. Вы действительно хотите отправить единому организатору деп тұр. Да, отправить батырмасын басасыздар. Осылай сіздерде кешке дейін қатып қалады, біраз уақыт алып. Единому организатору деп шығып тұр. Рабочий кабинет, заявка на покупку барған кезде бізде осы уақытқа дейін үшеу болды, төртінші болып түсті. На согласование болып тұр. Яғни бізде единый организатор қарайды, соған түсіп тұр. Соған хабарласып айтып жіберулеріңізге болады. Біз сіздерге заявка жібердік, қарап жіберіңіздер деп. Олар қарағаннан кейін подтвержден болады статусы. Олар қарағанша әлі на согласование болып тұрады. Сіздерде сәтті шықты ма, қарап қойыңыздар. Сұрақтар болса комментарийға жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.